Қайырлы таң, сүйкімді жан, тұра қойшым ұйқымнан. Қане оян, осы ән, көңіл күйім үшін арналған. Қайырлы таң. Бәріне сәлемдер, мен Нұржан, және де бүгін лазерный мынандай дверь қалай жасау керек екенін көрсетемін. Так, ол күшті лазер мынандай. Осындай. Бірақ мына текстуркаларында торт көрінеді. Бірақ әдемі лазерный дверь. Бірақ ол дәу нетім, короче. Айтқанда дәу жер алады. Былай. Осындай типа лазерный дверь. Және де осы лазерный дверьді қазір қалай алу керек екенін көрсетемін. Так, біріншіден бізге Pocket Editor деген программа керек. Так. Достар бір нәрсе істеудім, кеттім. Так. Мен қалай айтқанда мердан шықпаптым. Енді Pocket Editorға кіре берсе болады. Бұл программаны сіздер қалай айтқанда Play Market-тен жаза аласыздар. Кеттім. Сол меріне кіресіз. Изменить инвентарь дейсіз. Сосын жинаған. Так. ID предметаға 92 дейміз. Уронға да 92 дейміз. Так. Және де шығамыз, және де бізде ол айтқанда торт болып келеді. 92. Енді біз шықпай тұрып бұрын сесте салайық. Editor. Изменить. Және біз Майнкрафтқа кіреміз. Және сол мерімізге кіргенде біздің мынандай торт келеді. Қалай айтқанда бағынды торт. И сол тортты біз бір рамкаға қоямыз. Так, соны бұрамыз. Және де осындай бізде бағынды нәрсе шығады. Және де до конца жету үшін мұнда қоямыз. Былай болды. Сол үшін келесіне тура солай қайталаймыз. Так, былай. Сосын не қада. Былай. Сосын яқта любой блокпен жауа салса болады. Так, тыныш. Жалғастырамыз. Сосын мұнда блоктар қоямыз, любой. Так, осылай. Сөз ол черный болып шығады, қап-қарау. И осымен арқылы бізде лазерный дверь болады. Ал кімге осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де достарыңызды шақырыңыздар. Кездескенше достар.